Кеш болсын, бүгін кешті Айгүл ханымды эфирден күтіп алып бастап отырмын. Иә, солай болып отыр. Қалай күтіп алғаным дұрыс па или? Жақсы ғой негізі, күтіп дальше бірге барып, жолығып, и дальше үйге қайтамыз деп ойлаймын. Қалай болады екен негізі? Иә, мен де ойламағам негізі сен күтіп тұрам деп, бірақ солай болып қалды. Шай құю процесі. Қалай шай құяды екен тексеріп көрейік, иә? Міне, шай дейсіп құяды. Толтырып бек беретін әдеті бар екен. Рахмет, сыйлағанына. Екінші рет ішпеді ғой, бірінші болды ғой. Болсын, құрметті достар, жалпы естіп жатырмын, көріп жатырмын, айтып жатқан әңгімелер бар подписчик оқырмандардың арасында. Мысалға да, әлі біз екеуміз танысып жатқанымызда екінші күн, 2-ақ күн болды. Оны не үшін андай, как будто үйленейін деп жатқан адамдар ұқсап хейт жазып жатсыңдар, бір-біріңе зачем деген сияқты керек емес деп ойлаймын. Пока что біз де білмейміз, алдағы уақытта не болатынын тек қана уақытқа саламыз. Так что дұрысынан тереңнен түсінейік. Мына гүл кешке дейін тұрып солып қапты ғой жаным. Мен солған жоқ, ол просто жаңа аны солға алдым да шығып баратып ше. Осы ғой мені қыздарға берсеңіз. Негіз бар ғой, сен бүгін дұрыс тауып келіпсің. Кеше роза, қызыл роза бар ғой, ұзын. Негіз маған сондай ұнайды. Мен таң қалдым, бірінші күні сразу тауып келіпті ғой деп солай. Абасың ғой, короче. Сезесің ғой. Тыныш өтсін, бізде кездесу аяқталды. Пакетін берсін. Все, ладно. Пока. Давай. Жолығамыз. Жүргеніне біраз уақыт болды. Мемлекеттен ол қайда екенін білмеймін. Мен кешіре алмаймын, қайда екенін білмеймін дейді даже. Ей! Қандай, амансың ба? Мына келіп тұрған ше еще. Қайда екенін білмеймін деген.